2019 жылдың қараша айы. Видеомыздың басты кейіпкерлері Юрий Таувань мен оның 20 жастағы ұлы Таиланд астанасы Бангкок қаласында өмір сүріп жатты. 42 жастағы әйел ажырасқан және автокөлік бизнесімен айналысатын. Ұлы 15 жасына дейін тәтесінің қолында тұрды. Ал ата-анасы ажырасқаннан кейін анасымен бірге тұруға көшіп, солай соңғы 3 жыл бойы онымен бірге. Жігіт өте сабырлы еді. Технологиялық университеттің компьютерлік инженерия факультетінің 2-ші курс студенті. Мұғалімдер қабілетті оқушыны көп мақтайды. Айтпақшы, баланың есімі Сир. Универде үздік оқушылардың бірі болды. Бос уақытында ол компьютерлік ойындарға қызығушылық танытып, достарымен үнемі араласатын. Сенбі, 23 қараша күні 42 жастағы бизнес-вумен келесі дүйсенбіде құрбысымен кездесу туралы келісіп, бір қатар іскерлік мәселелерді талқылауды жоспарлады. Келесі күні жексенбіде Юрийдің құрбысы дүйсенбідегі кездесуді тағы бір рет нақтылау үшін оған қайта қоңырау шалуды жөн көреді. Кешкі 8-ден кейін әйел Юрийге қоңырау шалып, жауап ала алмады. Бұл құрбысына өте күмәнді болып көрінді, өйткені Юрий ешқашан телефонды көтермей қойған емес. Дүйсенбі күні таңертең сол маңайда тұратын 42 жастағы Юрийдің құрбысы оның үйіне баруға шешім қабылдайды. Есікті 20 жастағы ұлы ашты. Жігіт анасының үйде жоқ екенін айтып, келесіде келуін сұрады. Алайда Юрийдің көлігі үйдің жанында тұрғандықтан, әйел жігіттен өзін үйге кіргізуін талап етті. Ақырында әйел дегеніне жетіп, жігіт оны үйге кіргізуге мәжбүр болады. Бөлме ішінде, жерде және диванда әйелдің шашылған киімдері. Құрбысы жігіттен анасының қайда екенін сұрағанда, ол қатты абыржып, сұрақтардан қашқақтай бастады. Бір сәтте әйел тоңазытқыштың сәл ашық тұрған есігін байқайды. Одан бір түрлі ерекше иіс шығып тұрды. Солай тоңазытқыштың есігін толығымен ашқан әйел көрген көріністен қатты шошып, тіпті бірде-бір сөз айта алмай, қатты да қалды. Әйел жігітке қарай бұрылған сәтте, әлі бір сөз айтуға үлгермей жатып, оқтың дыбысы шықты. 20 жастағы студент тапаншаны өз басына таянып, шүріппені басып жібереді. Әйел қорқыныш пен шоктан қимылсыз тұр. Бір сәт қозғала алмай, кейін әрең дегенде өзін қолға алып, полицияға хабарласады. Көп ұзамай полиция оқиға орнына жетіп, жерде қансырап жатқан жігітті тапты. Оқ оның самай сүйегінен оңнан солға қарай өткен екен. Полицейлер тоңазытқышты ашқанда, ішінен әйелдің денесінің 5 бөлігі табылды. Юрийдің оң қолы мұздатқыш камераның есігінде, ал бүктелген аяқтары мұздатқыштың ішінде болды. Қалған дене бөліктері, денесі, басы және екінші қолы пакеттерге оралып, негізгі камерада және астыңғы көкөніс салғыш жәшіктерінде жатқан. Полицейлер дене бөліктерін жинап біріктіргенде, жәбірленушінің арқасы мен басқа жерлерінде бірнеше пышақ жарақаты бар екені анықталды. Әрі қарай полицейлер әйелдің кейбір ішкі органдары, соның ішінде оң жақ кеудесі кесіліп, дәретханада жатқанын анықтады. Осы дене бөліктерінің барлығы жинақталып, сот медициналық сараптама үшін ауруханаға жіберілді. Тергеу барысында 42 жастағы әйел 2 қабатты таунхаусының 2-ші қабатында өлтірілгені анықталды. Ұлы оған артынан келіп бірнеше рет пышақ сұғып алған. Әйел есінен танып құлағаннан кейін, жігіт денесін ваннаға сүйреп апарып, артынша балта мен балға әкеліп, денесін бөлшектеп тастайды. Кейбір дене бөліктерін мұқият жуып, пакеттерге салып тоңазытқышқа салған. Жігіттің сөмкесінен полицейлер ірі көлемдегі қолма-қол ақша, анасының алтын әшекейлері және 50 оқ-дәрі тапты. Болжауымызша, Сир қашуды жоспарлаған көрінеді.
Тергөө барысында полициялар Сир және Юрамен соңғы вакыттары байланыста болгондардын барлыгынан жооп алды. Тургун үй кешеніндегі бақылау камералары әйелдің үйінде тек өзі және оның ұлы болғанын көрсетті. Юрийді тірек үйінде соңғы рет көрген сәттен бастап үйге басқа ешкім кірмеген. Жиналған ауызша айғақтардан жігіттің депрессиядан зардап шегіп, соңғы уақытта дәрігерлердің көмегіне жүгінгені анықталды. Әжесі мен атасы шок күйінде, немересінің әрдайым тыныш әрі сабырлы болғанын айтып, оның ешқашан агрессия белгілерін көрсетпегенін мәлімдеді. Алайда жігіттің жақын досы Сирдің анасына ер адамдар жақындағанда қызғаныш сезімін танытып, оны қорғауға тырысатынын баяндады. Соңғы рет анасы баласының оның жігітіне айқайлағанына қатты күйзеліп, осы оқиға салдарынан анасы мен ұлы қатты ренжісіп қалған деседі. Досы сондай-ақ олардың басқа да нәрселерге бола ұрсып қала беретінін айтты. Солай анасы жігітке интернетте құмар ойындар ойнауға тыйым салған еді. Ал енді осының нәтижесін өздеріңіз де көріп отырсыздар. Осымен достар, видеомыз аяқталды. Әрине видеоны лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер. Және де комментке өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Ендеше сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QR ұжымы келесі видеоларда кездескенше.